Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Менің аты-жөнім Келімжаева Гаухар Бектібайқызы, биология пәнінің мұғалімі. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы вегетативтік көбею, ұрықтану мен тозаңдану. Сабақтың мақсаты: сіздің білетініңіз өсімдіктердің өсімдік көбею тәсілдері, өздігінен және айқас тозаңданудың салыстырмалы артықшылықтары. Сіздің меңгеретініңіз өсімдіктердің өсімдік көбею тәсілдерін салыстыру, өздігінен және айқас тозаңданудың салыстырмалы артықшылықтарын сипаттау. Балалар, сіздер өткен сабақта өсімдіктердің көбею тәсілдерін өткен болатынсыздар. Олардың екі түрінде қарастырдығы: жынысты және де жыныссыз көбею. Ал енді бүгінгі сабағымызда жыныссыз көбеюдің бір түрі вегетативті көбею туралы қарастырамыз. Вегетативті көбею деп отқанымыз жыныссыз көбеюдің бір тәсілі. Бұл әдісте өз денесінің бөлігі немесе жеке мүшелері арқылы көбейеді. Аналық ағзасынан бөлінген немесе тірі ағзаға бастама беретін бөліктер маманданбаған. Оларда қандай да бір ерекше құрылым болмайды, яғни көбеюге дайындық жүрмейді. Осыдан кейін бізде шығатын термин ол клондау. Клондау дегеніміз ұрпағы анасынан толық көшірмесін алатын ағзалар. Клондаған кезде жас ағзаларға аналық ағзаның ДНК-сы бар жасушалар беріледі. Денесінің бөліктері арқылы вегетативті көбеюге бізде қыналардың барлық түрлері және де саңырауқұлақтардың кейбір түрлерін атауымызға болады. Ал жануарларда ол фрагментация түрінде, яғни бөлшектену түрінде жүретін болады. Оларға бізде теңіз жұлдыздарының бөлінуі және де ішек қуыстылардың бүршіктену түрін айтуымызға болады. Вегетативті көбеюдің бірнеше тәсілдері бар. Ал ендеше қарастырайық. Біріншісі, түрі өзгерген мүшелер арқылы көбею, тамыр сабақ, түйнек және пиязшық арқылы жүретін болады. Өсу мүшелерінің бөліктерімен көбею, тамыры, сабағы, жапырағы арқылы жүзеге асырылады. Телу арқылы көбею, бүршіктер мен қалемшелер арқылы жүзеге асырылады. Ал ендеше балалар, видеороликке назар аударайық. Тамыр сабақ жер қыртысын жарып шығып, жаңа өсімдік түзетін жер асты бұтақтары болып табылады. Түйнек түр өзгерген тамыр сабақ. Олар крахмалға толтырылып, жаңа өсімдіктер өсіп шығатын бүршіктер түзеді. Өркен жер үсті сабағына жатады. Ол уақыт өте келе тамыр түзеді. Баданалар қыс бойы тыныш жатады. Бірақ көктем келісімен жылы ауа әсерінен жаңа өркендер түзеді. Балалар, видеороликтен сіздер қызықты мәліметтерді алды деп ойлаймын. Ал ендеше біз вегетативті көбеюдің маңызы, қандай маңызы бар екенін қарастырайық. Біріншіден, вегетативті көбеюді мәдени өсімдіктердің сапасын жақсарту үшін қолданылады. Жынысты жолмен будандастыруға болмайтын ағзаның қасиеттері бар өсімдіктің жаңа буданды сұрпын алу үшін керек. Едәуір бағалы өсімдіктің генетикалық біртекті таза сұрыптарын алу үшін. Жынысты жолмен сапалы көбеймейтін сұрыптарды көбейту үшін қажет. Клонды сұрыптау бойынша тәжірибе жүргізу үшін қажет болып келеді. Вегетативті көбеюдің келесі тәсілі ол телу деп аталады. Телу дегеніміз бір өсімдіктің бөлігін басқа өсімдікке қондыру арқылы жүзеге асырылады. Бірінші өсімдікті телуші, ал екінші өсімдікті телінуші деп атаймыз. Жылы сүйгіш өсімдікті суыққа төзімді өсімдікке және де керісінше телуге болады. Қышқыл жеміс ағашын тәтті жеміс ағашына телуге болады. Сол арқылы біз дәмдік жағынан сапалы және де қоршаған ортаға төзімді өсімдіктерді алуымызға болады. Бұларға мысал есебінде біз өрік, шабдалы, шие, қара өрік, алма, алмұрт өсімдіктерін алуымызға болады. Телудің бізде екі әдісін қарастырамыз. Біріншісі ол көшшелеп телу. Бүршігі бар бұтаның сопақтау кішкентай бөлігін кесіп алады. Бүршік көшше деп аталады. Телінуші қабығында Т тәрізді тілік кесіп, оған телінуші қойып тығыз орап қояды. Осы жағдайда камбий жасушасы көбейе бастағанда телінуші мен телітушіні екі өсімдік ағзасының бөлігін біріктіреді. Нәтижесінде дәмдік сапа тудырады. Екінші телу әдісі ол қалемше арқылы телу. Қалемше арқылы телу дегеніміз бір өсімдіктен кесіп алынған бұтақ телінуші тұтас өсімдік сабағының кесіндісін телінеді. Оны қабық пен сүрек арасында камбий сақинасы деңгейіне орнатып, орап қояды. Ал енді балалар, біз вегетативті көбею тәсілдермен таныс болдық. Ендеше өздеріңіз білесіздер. Сонымен қатар сіздер жынысты көбею тәсілі бар екенін білесіздер. Жынысты көбеюдің негізгі мүшесі ол гүл екенін алдыңғы сабақтан білесіздер. Ендеше гүл бөлімдеріне тоқталып кетейік. Гүл бөлімдері екі топқа бөлінеді: негізгі және де қосымша. Қосымша бөліктеріне тостағанша, күлте,
гүл табаны және гүл сағағы деген бөліктер жатқызылады. Ал негізгі бөліктеріне аталығы мен аналығы жатқызылады. Аталығы аталық жіпшесінен және тозаңғаптан тұрады. Аналығы аналық аузы, аналықтың мойны және жатын деген бөліктерінен құралады. Және де аталық пен аналықтың бір гүлде орналасуына байланысты бізде қос жынысты және дара жынысты деген түсінік пайда болады. Қос жынысты деп отқанымыз аталығы мен аналығы бір өсімдікте орналасқан өсімдіктерді айтамыз. Ал дара жынысты деп отқанымыз аталығы бір өсімдікте, ал аналығы екінші бір өсімдікте орналасатын өсімдіктерді атаймыз. Ал енді назарымызды гүл бөлімдері туралы видеороликке назар аударамыз. Гүлдер өсімдіктің ең көз тартатын түрі. Олар өсімдіктің көбеюіне қажетті бөліктерден тұрады. Көптеген өсімдіктерде аталық және аналық көбею мүшелерінің екеуі де бар. Гүлдің аталық мүшесі аталық деп аталады. Оның құрамындағы жұқа талшықтардың, яғни аталық жіпшелердің төменгі жағы пияшық тәріздес тозаңғап. Тозаңғап тозаң түзеді. Тозаң дәндері шаң сияқты өте ұсақ келеді. Және олар аталық генетикалық материалдан тұрады. Аталық пен аналықтың қосылуының нәтижесінде бізде тозаңдану процесі жүреді. Тозаңданудың бізде екі түрін қарастырамыз. Өздігінен және де айқас тозаңдану. Өздігінен тозаңдану дегеніміз бір гүлдің аналық тозаңның сол гүлдің аталығының аузына түсуін айтамыз. Бұған мысал есебінде бидай, күріш, сұлы, арпа, аспыршақ, үрмебұршақ секілді өсімдіктерімізді айтуымызға болады. Мәдени өсімдіктер гүлдері ашылмай тұрғанда тозаңданып үлгереді. Ал келесі тозаңданудың түрі ол айқас тозаңдану. Бір гүлдің аналығының аузына екінші гүлдің аталық тозаңының түсуі. Мысалы, алма, өрік, шабдалы, жөке ағаштары, итмұрын және тағы басқалар жатады. Айқас тозаңданудың бірнеше түрін қарастырып көрейік ал. Ең бірінші қарастыратынымыз ол жел арқылы тозаңдану. Жел арқылы тозаңдану. Ат айтып тұр, жел арқылы тозаңданатын өсімдіктерді айтамыз. Бұларға бізде қайыңды жатқызуымызға болады. Негізгі ерекшеліктеріне келетін болсақ, аталық жіпшелері өте ұзын, әрі төмен қарай иіліп тұрады. Тозаңдар таралуға бейім. Аналық аузы қауырсын тәрізді үлпілдек. Тозаңды тез қабылдайды. Және де тағы бір ерекшелігі, тозаңдары өте майда, жеңіл әрі көп болады. Жел арқылы тозаңданатын өсімдіктерге жүгері, қайың, қандағаш, қарабидай, верба секілді өсімдіктерді айтуға болады. Келесі тозаңдануымыздың түрі ол жәндіктер арқылы тозаңдану. Жәндіктермен тозаңдану бунақденелердің көмегімен жүзеге асырылады. Мысалға айтатын болсақ, ара, көбелек, қоңыздар, немесе кейбір құстардың да көмегімен жүзеге асырылатын түрлері де бар. Олардың негізгі ерекшелігі гүлдері ашық реңді болып келеді. Шырын шірнеліктер бөліп шығарады. Хош иісті болып келеді. Келесі тозаңданудың түрі су арқылы тозаңданатын өсімдіктер. Олардың құрылысындағы негізгі ерекшелігі суға батпайды, су бетінде сырғанау үшін олардың іші қуысқа толы болады. Күлтегінде жүзіп жүрген тозаңдары аналық аузына бағыттайтын ерекше иірім болады. Бұларға мысал есебінде тұңғиық элодея өсімдіктерін айтуымызға болады. Қазіргі кезде кеңінен таралып жүрген ол бізде жасанды тозаңдандыру. Жасанды тозаңдандыру деп отырғанымыз жаңа сорттар шығару мен өнімділікті арттыру мақсатында адамның көмегімен бір өсімдіктегі аталық тозаңның екінші өсімдіктегі аналықтың аузына түсіруі. Генетикалық эксперименттер арқылы түраралық және түрішілік будандастыру селекциясында қолданылады. Айқас тозаңдандыру арқылы жылыжайларда жүргізіледі. Жасанды тозаңдандыру бірнеше кезеңнен тұрады. Бірінші, гүлді тозаңдандыруға дайындау, тозаңын алу. Екінші, бунақденелерден қорғау мақсатында бетіне дәке, қалта кигізу. Үшінші, жинақталған тозаңды аналықтың аузына түсіру. Осы әдіс арқылы біз қазіргі таңда жаңа сорттар, жаңа түрлерді алып жүрміз. Ал енді балалар алған білімімізді тексеріп көрейік, қаншалықты есте сақтаған екенбіз. Бірінші тапсырма, экранға назар аударамыз. Вегетативті көбеюдің қай түрі көрсетілген? Сіздерге экранда суреттер көрсетілген, солардың көбею тәсілінің ерекшеліктерін анықтаңыздар. Вегетативті көбеюдің қай түрі көрсетілген екен? Атап көріңіздерші.
Ал ендеше балалар тексеріп көрейік, дұрыс па екен жауаптары? Біріншісі түйнек арқылы, екінші бадана немесе пиязшық арқылы, үшінші телу әдісі арқылы, төртінші жапырақ арқылы. Және де екінші тапсырмамызды орындап көрейік. Экранға назар аударамыз. Жел арқылы және бунақ денелер арқылы тозаңданатын өсімдіктерге тән ерекшеліктерді анықтаңыздар. Күлте жапырақшасы қандай екен, тозаңы, иісі және шірнеліктер. Ал ендеше тексеріп көрейік. Күлте жапырақшалары жел арқылы тозаңданатындарда реңсіз болып келеді екен. Ал тозаңы жеңіл әрі көп болады екен. Иісі жоқ болады екен. Шірне бөлмейді екен. Ал бунақ денелер арқылы тозаңданатын өсімдіктердің күлте жапырақшалары ашық реңді, тозаңдары бұдыр, жабысқақ болады. Иісі хош иісті, шірнесі тәтті шірне бөледі. Ендеше біздің сабағымыз өз мәресіне жетті. Көріскенше күн жақсы.